Қайырлы күн барлықтарыңызға. Сіздермен бүгін қатпарлы нан жасаймыз. Бір жасағаннан дәл осындай өте әдемі, қытырлақ, қабаттары көп болып шығатын қатпарлы нанның жасалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Ең алдымен қамыр илеп аламыз. Бөлме температурасындағы 200 грамм суға 1 шай қасық тұзды толтырып салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала еленген ұнымызға 1 жұмыртқа саламыз және тұзды суымызды құйып, жақсылап тұрып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырды бірінші қасықпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жақсылап тұрып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Бос болып шыққан қамырдан ешқандай қатпарлы қамыр шықпайды, сондықтан да қамырларыңызды жақсылап тұрып, 5-10 минуттай жақсылап тұрып илеңіздер. Дайын болған қамырды теңде 2 бөлікке бөлеміз және 5-10 минутқа демалдыруға қоямыз. Енді дайын болған қамырды жұқалап тұрып жаямыз. Өте қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Дәл мантыға жайғандай етіп жайсаңыздар сол жеткілікті. Бірінші қамырды қолымызбен жақсылап жұқартып аламыз, кейіннен оқтаудың көмегімен қамыр жайып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Алдын ала майымызды жақсылап ерітіп, суытып аламыз. Енді қамырдың бетіне жұқалап тұрып жағып шығамыз. Қамырдың бетіне майды жаққаннан кейін 1-2 минут күтеміз. Біздің майымыз қамырдың бетінде қатуы керек. Содан кейін барып, ұсақтап туралған аскөктерді сеуіп шығамыз. Мен қазір укроп қолдандым, көк пияз қолдансаңыздар да болады. Дайын болған қамырды оқтаумен орап аламыз және бір шетінен кесіп шығамыз. Дәл осы мен көрсеткен әдіспен жасайтын болсаңыздар, қатпарлы нандарыңыз қабаттары өте көп болып шығады. Дайын болған қамырды теңде 3 бөлікке бөлеміз. Енді осы бөлінген қамырларымызды бір шетінен бастап орап шығамыз. Мен қазір үлкендеу қаттаманы жасадым, сондықтан үшеуін де бірге орап аламын. Егерде орташа көлемде жасайым десеңіздер, дәл осы қамырды теңде 2-ге бөлсеңіздер болады. Міне теңде етіп 3-ге бөлінген қамырды орап алдым. Енді тегіс ыдысқа салып қоямыз. Міне біздің бірінші қамырымыз дайын. Келесі қамырды да дәл сондай бөліктерге бөліп орап аласыздар. Міне біздің екінші қамырымыз да дайын. Дайын болған қамырларды тегіс ыдысқа саламыз және морозильникке 30 минутқа салып қоямыз. Бетін міндетті түрде целлофанмен жабамыз және морозильникке 30 минутқа қалдырамыз. Міне біздің қамырларымыз дайын, өте әдемі болып қатады. Енді дайын болған қамырды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қазір менде қаттама нанның көлемі 26-28 см болды. Міне біздің қамырымыз дайын. Дайын болған қамырды табаға саламыз. Міндетті түрде бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Және қызып тұрған пеште 250 градуста 15-20 минут аралығында пісіріп аламыз. Келесі екінші қамырды да дәл сондай жұқартып аламыз. Міне біздің бірінші қаттама нанымыз дайын.
Қараңыздар, өте әдемі қатпарлы болып шықты. Келесі нанымызды да дәл солай бетіне жұмыртқаның сарысын жағып 15-20 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің екінші нанымыз да пісіп шықты. Қараңыздар, өте әдемі қатпарлары көп болып шықты. Бір жасағымнан дәл осындай қабаттары көп болып шығатын рецепті бүгін сіздерге көрсеттім. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Отбасыларыңызға және кез келген қонақтарыңызға ұнайтын өте дәмді қатпарлы нанымыз дайын болды. Құрметті көрермендер, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі қызықты әрі пайдалы видеолар бар, барлығы сіздер үшін. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.